Қазақ тілі және әдебиет пәнінен тесттерді талдауды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Буынның үш түріде кездесетін кәсіби сөзді табыңыз. Сұрақты мұқият оқыған болсақ, бізде бір сұрақтың ішінде екі нәрсе сұралып тұр, біз осыны шатастырып алмауымыз керек. Бірінші, буынның үш түріде кездесетін болу керек, және ол кәсіби сөз болуы керек екен. Енді біз өзімізге оңай жағынан бастаймыз. Сол кезде уақыттан ұтамыз. Егер сіз буындарды жақсы ажырататын болсаңыз, буындардан бастайсыз. Егер сіз кәсіби сөздерді жақсы білетін болсаңыз, онда кәсіби сөздерден бастайсыз. Біз қазір екеуінде 5 жауапты да талдап түсіндіремін. А жауабы құйысқан. Құйысқан деген сөз бұл кәсіби сөз емес, сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. Бірақ енді осы жерде буынға бөлген кезде мынандай бір жайтты айта кету керек. Құйысқан деген сөз буынға қалай бөлінеді? Буынның қазақ тілінде үш түрі бар: ашық, тұйық, бітеу буын. Құйысқан деген сөзді көбіміз құй ыс қан деп талдаймыз. Және кейбіреулері қо иыс қан деп талдайды. Енді осының қайсысы дұрыс? Бізде қазақ тілінде ереже бар. И, қысқа и, у, ың дыбыстарына байланысты. Егер осы үш дыбыстан кейін дауысты дыбыс келетін болса, онда бұл үш дыбысымыз келесі буынның алғашқы дыбысы болып өзгеріп кетеді екен. Сонда ол ережеге сүйеніп, біз дұрысы қайсысы болады? Екіншісі, қо, иыс, қан дұрысы болады екен. Неге? Себебі қысқа и дыбысынан кейін бізде дауысты дыбыс келіп тұр. Дауысты дыбыс келгендіктен қысқа и келесі буынға өтіп кетеді. Келесі В жауабы. Елгезер сөзі буынға ел, ге, зер деп бөлінеді. Буынның үш түрде кездеседі. Ел деген алғашқы буынымыз тұйық буын, ге дегеніміз ашық буын, зер дегеніміз бітеу буын. Үш түрде кездеседі, бірақ біз бұны шатастырмауымыз керек. Бізге керек сөз ол кәсіби сөз болу керек. Сондықтан В жауабы дұрыс жауап бола алмайды. Әңгелек сөзі. Әңгелек сөзі қалай буынға бөлінеді? Әң ге лек болып буынға бөлінеді. Біріншісі тұйық, екінші буынымыз ашық, үшінші буынымыз бітеу. Үш буында кездесті. Енді бұл кәсіби сөзге жатады ма? Бұл кәсіби сөзге жатады. Онда дұрыс жауабы, бірінші сұрақтың дұрыс жауабы С. Қалған сөздеріміз атауыз, ыңғыру сөздері кәсіби сөз болса да, бірақ олар буынның үш түрі кездеспейді, сондықтан олар дұрыс жауап бола алмайды. Бірінші сұрақтың жауабы С. Әңгелек. Екінші сұрақ. Диалект қатысқан сөйлемді табыңыз. Диалект сөздер дегеніміз белгілі бір аймақта ғана қолданылатын сөздерді диалект сөздер деп айтамыз. А жауабынан бастап оқып көрейік. А жауабы. Ешқандай іске асып-сасып әбдіреп кіріспе. Бұл жерде диалект сөз жоқ, сондықтан А жауабы дұрыс болмайды. Қой бағу қиын кәсіп. Б жауабында да көріп отырғанымызда ешқандай диалект сөз, сондықтан Б жауабы да дұрыс жауап бола алмайды. С жауабы. Қызым, қонақтың алдына әсел қой. Бұл жерде әсел деген сөз бар диалект сөзіміз. Бұл оңтүстік аймақта қолданылатын сөз. Әдеби баламасы бал. Дұрыс жауап С. Қалған жауаптарды да қарап көрейік. Д жауабы. Көктем келіп, табиғат ояна бастады. Бұл жерде де дұрыс жауап жоқ. Е жауабында тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Бұл жерде диалект сөз жоқ, сонда дұрыс жауабы С. Қызым, қонақтың алдына әсел қой дегенде әсел сөзі. Үшінші сұрақ. Зат есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Сөйлемдегі қызметі сөйлем мүшелеріне талдауымыз керек. Бізге берілген сөйлем: дұшпанға тастай қатты бол, досыңа балдай тәтті бол. Осы жерде бірінші біз зат есімді тауып алуымыз керек. Бұл жерде дұшпан деген сөз бар, досыңа деген сөз бар. Тас пен балды шатастырып алмаңыздар, өйткені ол жерде сөз тудырушы жұрнақ болғандықтан, ол басқа сөз табына өзгеріп кеткен, сондықтан біз оны зат есім деп талдамаймыз. Дұшпанға, досыңа. Кімге қатты бол, кімге тәтті бол, кімге неге? Ол бізде толықтауыштың сұрағы. Жанама толықтауыш. Дұрыс жауабы Е. Анықтауыш қызметіндегі күрделі болымсыздық есімдігін көрсетіңіз. Төртінші сұрақта да бір сұрақтың ішінде екі нәрсе сұралып тұр. Біз бұны мұқият болуымыз керек. Біріншісі, анықтауыш қызметіндегі күрделі болымсыздық
есімдігі анықтауыш болып тұруы керек. Ол күрделі болымсыздық есімдік болу керек, және ол сөйлемде анықтауыштың қызметін атқарып тұруы керек. Енді А жауабынан бастап талдаймыз. Үңгірге баратын жол белгісіз, ешкім білмейді. Бұл құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлемнің әрқайсысы жеке-жеке талдауы жасалады. Біз оңай тез табу үшін, уақыттан ұту үшін біз бірінші күрделі болымсыздық есімдіктерін тауып, үстіне белгі қойып шығайық, сосын оның сөйлемдегі қызметін анықтай саламыз. А жауабында есімдік ешкім деген есімдік бар. А жауабында ешкім деген есімдік бар. Б жауабы гүлден ұшқан көбелектей көп бояулы неше бір көріністер. Неше бір деген бұл жерде де есімдік бар. Неше бір деген сөзіміз. С жауабы көптің бәріне ұнау мүмкін емес. Көптің бәріне деген есімдік бар бұл жерде. Д жауабы мен ешкімнің ала жібін аттап жүргенім жоқ. Бұл жерде ешкімнің, мен деген екі есімдік бар екен. Е жауабы Әли ешқашан өтірік айтпайды. Бұл жерде ешқашан деген есімдік бар. Есімдіктерді тауып алдық. Енді оның ішінде қайсысы болымсыздық есімдік дегенде, болымсыздық есімдігі бізде өте оңай. Еш деген болымсыздық ұғымды білдіретін сөзбен басталса, немесе дәнеңе деген сөз болса, онда оларды біз болымсыздық есімдігі деп айтамыз. Дәнеңе деп те келеді, дәнеме деп те келеді. Бұл жерде А жауабында бар. Неше бір деген күрделі етістік болса да, бірақ ол болымсыздық есімдігі емес, сондықтан ол дұрыс жауап бола алмайды. С жауабында болымсыздық есімдігі жоқ, бәріне деген жалпылау есімдігі. Д жауабында бар екен, ешкімнің, және Е жауабында бар екен. Енді осылардың ішінде қайсысы анықтауыш қызметін атқарып тұр? Анықтауыш дегеніміз ілік септікпен қандай қай деген ілік септікпен қандай қай деген сын есім сұрақтарына және сан есімнің сұрақтарына жауап береді. А жауабында ешкім білмейді. Білмейді баяндауыш. Кім білмейді? Ешкім. Бұл жерде бастауыштың қызметін атқарып тұр екен, сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. Бізде Д жауабы мен не жауап қалды? Мен ешкімнің ала жібін аттап жүргенім жоқ. Мына жерде ешкімнің дегенде ілік септігінің жалғауы бар. Ілік септігінің сұрағы жаңа біз айтып өттік, ол анықтауыштың қызметін атқарады. Біз баяндауыш арқылы сұрақ қойып көрейік. Кімнің ала жібін аттап жүрген жоқ? Кімнің? Ол ілік септігі. Онда бұл анықтауыш. Дұрыс жауабы Д. Е жауабында қарап көрейік. Әли ешқашан өтірік айтпайды. Ешқашан деген болымсыздық есімдігі күрделі, бірақ ол қашан деген сұраққа жауап береді дағыны пысықтауыштың қызметін атқарады. Пысықтауыштың қызметін атқарғандықтан ол бізде дұрыс жауап бола алмайды. Төртінші сұрақтың жауабы Д. Ешкімнің. Бесінші сұрақ. Сын есімнің мағынасына қарай екі түрде қатысқан сөйлемді табыңыз. Сын есімдер мағынасына қарай екіге бөлінеді. Олар сапалық және қатыстық сын есімдер. Сапалық сын есім дегеніміз сын есімнің өзінен жасалған және сын есімнің өздері жатады. Оған мысал айтамыз. Сары лау. Бұл жерде жұрнақ жалғанған сын есім болып тұр. Түбірінің өзі де сын есімнен жасалып тұр. Онда бұл сапалық сын есім. Түбіріне басқа ешқандай сөз табы қатыспаған. Ал егер сын есімнің түбіріне басқа сөз табы қатысатын болса, мысалға өнерлі деген сөзде түбірі өнер, ле деген жұрнақ жалғану арқылы сын есім болды. Сын есімнің түбіріне өнер деген зат есім қатысқандықтан ол қатыстық сын есім болып табылады. Ал енді А жауабынан бастап біздер сын есімдерді ажыратып көрейік. А жауабы бірінші сын есімдерді тауып аламыз, одан кейін барып оны сапалық және қатыстыққа ажыратамыз. А жауабында сын есім жақсы, сыншыл, күншіл. В жауабында таңғы тамақ тәңірден. Таңғы деген бір ғана сын есім бар. С жауабы сыйлық қымбат емес, сыйлау қымбат. Бұл жерде сын есім қымбат, қымбат. Ұзынша келген әдемі қыз кіріп келді. Қандай? Әдемі. Осы жерде ұзынша келген деген бұл да қандай деген сұраққа жауап береді. Бірақ сын есімнің сұрағына жауап берсе де бұл сын есім емес, бұл етістік, бірақ есімшенің жұрнағы арқылы есім сөздің, яғни сын есімнің қызметін атқарып тұрған етістік. Бұл сын есім бола алмайды. Е жауабы атадан жақсы ұл туса, жеткізеді мұратқа. Бұл жердегі сын есім жақсы. Ал енді сұрақта бізде сапалықта, қатыстықта сын есім болу керек, яғни ол деген сөз
бір нұсқаның ішінде екі сын есім болуы керек кемінде. Бұл жерде А жауабы бола алмайды, өйткені бұл жерде бір ақ сын есім. Д жауабы да бола алмайды, Е жауабы да бола алмайды. Бізде А жауабында және С жауабында екі немесе одан да көп сын есім бар. Ал енді А жауабын қарап көрейік. Жақсы, түбірінің өзі жақсы. Егер ешқандай жұрнақ жалғанбаса, түбірдің өзі сын есімнен болса, онда ол сапалық сын есімге жатады. Жақсы деген сөзіміз сапалық сын есім. Сыншыл, сыншылдың түбірі сын. Шыл деген жұрнақ жалғануы арқылы туынды сын есім болды. Ол қатыстық сын есімге жатады. Сонда сапалықта қатыстықта А жауабында бар екен. Күншіл деген сөзімізде дәл солай. Түбірі күн, шіл деген жұрнақ жалғану арқылы қатыстық. Екі қатыстық сын есім бар, бір сапалық сын есім бар. Бұл дұрыс жауап болды. Енді сыны да қарай салайық. Сыйлық қымбат емес, сыйлау қымбат. Қымбат екеуі де бірдей қызмет атқарып тұр. Екеуінің де түбірі қымбат. Бұл сапалық сын есімге жатады. Сондықтан бұл да дұрыс жауап болмайды. 5-ші сұрақтың жауабы А. Келесі сұрақ. Асты сызылған сөздің тура мағынада жұмсалып тұрғанын табыңыз. Бізде сөздер берілген, асты сызылған, сол сөздердің қайсысы тура мағынада тұрғандығын анықтауымыз керек. Біз оларды қалай анықтаймыз? Қасындағы тұрған сөздермен байланысына қарай анықтауға болады. А жауабы. Қазан астындағы от та өшіп қалыпты. Қазан астындағы от өшуі мүмкін ба? Бұл өшуі мүмкін, сондықтан бұл дұрыс жауап болуы мүмкін. Енді біз қалған жауаптарды талдап көрейік. Ауа жетпей, өкпем өшіп барады. Адамның өкпесі өшіп қалмайды. Бұл отқа байланысты айтылатын сөз, өшу деген сөз. Сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. С жауабы. Сен өсіп емес, өшіп бара жатырсың. Бұл жердегі мағынасы сен жойылып бара жатырсың деген мағынада қолданылған, тура мағынада емес. Сондықтан С жауабы дұрыс жауап бола алмайды. Д жауабы. Бір күні бәріміз де өшеміз. Бір күні барлығымызда жойыламыз, жоқ боламыз деген мағынада қолданылған, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Е жауабы. Күннен күнге солғын тартып, өшіп барады. Бұл жерде де Д жауабына ұқсас мағынада қолданылған, бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Бір ғана жауап қалды, ол А жауабы. От та өшіп қалыпты. Амоним бола алатын термин сөзді көрсетіңіз. Бұл жерде де біз шатаспауымыз керек. Сұрақтың ішінде екі нәрсе сұралып тұр. Амоним болуы керек, және ол термин сөз болуы керек екен. А жауабынан бастап талдап көрейік. Амоним дегеніміз не? Амоним дегеніміз дыбысталуы бірдей, мағынасы мүлдем басқа сөздерді амонимдер деп айтамыз. А жауабында жар деген сөз берілген. Жар амоним бола алады. Жар деген қалыңдық деген мағынада қолдануға болады. Отынды жар деген мағынада қолдануға болады. Және қабырға деген мағынада қолдануға болады. Бұл амоним болып тұр, бірақ бұл термин сөз емес. Сондықтан да дұрыс жауап болмайды. Біз осы жерден қателесіп кетпеуіміз керек. Келесі, куб деген сөзіміз тек қана бір мағынада қолданылады. Оның амонимі жоқ. Буын. Буын деген сөзіміз дұрыс жауап бола алады. Себебі буын деген қазақ тілінде термин сөз бар. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын деген де термин сөз. Және адамның буыны деген мағынада да қолданылады. Дұрыс жауабы С. Қалған жауаптарды талдап көрейік. Бикеш деген сөз бұл термин сөз емес, және амонимде болмайды. Жастық бұл амоним болады, бірақ бұл да термин сөз емес. Сондықтан дұрыс жауабы С. Буын. Келесі сұрақ. Сөйлемдегі сан есімнің түрін және сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Бұл жерде де екі нәрсе сұралып тұр. Сөйлемдегі сан есімнің түрін ажыратуымыз керек, және ол сөйлемде қандай қызмет атқарып тұрғандығын анықтауымыз керек. 22 наурызда күн мен түн теңеледі. Біз синтаксис талдау жасайық. Бірінші баяндауыштан бастаймыз. Теңеледі. Не теңеледі? Күн мен түн бастауыш. Қашан? 22 наурызда. Қашан деген ол мезгіл пысықтауыштың сұрағы. Енді 22 наурыз сан есіміміз ол пысықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. 22 деген ыншы деген жұрнақтармен реттік сан есім жасалады. Сонда бізде реттік сан есім ол және пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Ол жауап Б жауабында. 8-ші сұрақтың жауабы Б. Пысықтауыш реттік сан есім. Көнерген сөзі жоқ қатарды табыңыз. Көнерген сөздер дегеніміз мағынасы көмескіленген, қазіргі таңда қолданылмайтын сөздерді көнерген сөздер дейміз. Көнерген сөздеріміз екіге бөлінеді. Оны білеміз: архаизм және историзм. Енді біз сол сөзге жатпайтынын табуымыз керек. А жауабы. Оқ жетпес жерге қылышыңды суырма.
қылышыңды деген көнерген сөз бар. Көнерген сөздің ішінде историзмнің ішінде қару-жараққа байланысты қолданылатын көнерген сөздер. Бұл дұрыс жауап бола алмайды. В жауабы. Бірдің кесірі мыңға, мыңның кесірі түменге тиеді. Түмен деген сөз бұл әскерді басқаратын адамды айтады. Бұл да көнерген сөз, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. С жауабы. Халықтың көбісі қамыстан лашық тұрғызып, өлместің қамын жасап отыр. Бұл жерде лашық деген сөз бар. Лашық деген сөз архаизмге жатады, ол да көнерген сөз болғандықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Д жауабы. Аманатқа қиянат еткен адамда иман жоқ. Бұл жерде көнерген сөз жоқ, бірақ бұны иман деген сөзді мына жерде шатастыруы мүмкін. Иман деген сөз бұрынғы кезде қолданыстан шығып қалса да, бірақ тәуелсіздік алғаннан кейінгі қайта жаңғырған сөздерге жатады. Бұл сондықтан көнерген сөз емес. Дұрыс жауап Д бола алады. Е жауабына қарап көрейік. Сабаны жасау үшін иленген теріні талдың қабығымен бояйды. Саба дегеніміз бұл архаизм сөз. Архаизм сөздер көнерген сөзге жатқандықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Бізде бір ғана дұрыс жауап қалды. Д. Аманатқа қиянат еткен адамда иман жоқ. 10-шы сұрақ. Сөйлемдегі қос сөз қалай жасалғанын табыңыз. Сөйлемде қос сөз берілген, біз соның қалай жасалғандығын табуымыз керек. Бірінші, қос сөз тауып алайық. Қос сөз дегеніміз екі сөздің қосарлану немесе қайталану арқылы жасалған күрделі сөзді қос сөз деп айтамыз. Қос сөздер бізде әдетте дефис арқылы жазылады. Бізде дефиспен жазылған бір ғана сөзіміз бар. Ол сый құрметіңізге. Қос сөздер бізде қосарланған және қайталанған деп екі түрге бөлінеді. Қосарлама қос сөздер, қайталама қос сөздер деп екі түрге бөлінеді. Сый құрметіңізге дегеніміз бұл қайталама қос сөзге жатпайды, өйткені түбірдің екеуі екі түрлі сөзден жасалған, дефистің екі жағы екі түрлі сөзден жасалғандықтан бұл қайталама қос сөзге жатпайды. Бұл қосарлама қос сөзге жатады. Ал қосарлама қос сөздің іші, қосарлама қос сөздің өз ішінде бірнеше түрлерге бөлінеді жасалуы жағынан. Енді соларды біз дұрысын табуымыз керек. Бірінші, А жауабы. Екі сыңарыда мағыналы сөздердің қосарлану арқылы жасалған дейді. Бұл дұрыс жауапқа өте ұқсас, бірақ бізде қазақ тілінде ондай термин сөз жоқ. Екі сыңарыда мағыналы сөздердің қосарлану арқылы деген термин сөз жоқ, сондықтан бұл дұрыс жауап болмайды. Екі сыңары мағынасыз немесе бір сыңары мағыналы, бір сыңары мағынасыз деген сияқты жасалу жолдары бар, ал бірақ мынандай жасалу жолы жоқ, сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. Б жауабы. Бір сыңары мағыналы, бір сыңары мағынасыз сөздердің қайталану арқылы. Бір сыңары мағыналы, бір сыңары мағынасыз деп қайсын айтып жатыр? Сый деген сөз бен құрмет деген сөзді айтылып жатыр. Сый мен құрмет екеуі бір мағынада қолданылады. Сыйлады, құрметтеді деген мағынада қолдануға болады. Бұл екеуі де бір-біріне мағынасы жағынан қандай? Мағынасы жақын синоним сөздер болып келеді. Енді біз дұрыс жауапты соны табуымыз керек. Бір сыңары мағыналы, бір сыңары мағынасыз сөздердің қайталану арқылы. Жоқ, бұл жерде екеуінде де мағына бар, сондықтан дұрыс жауап бола алмайды. С жауабы. Бір сыңары қосымшалы, бір сыңары қосымшасыз түбірдің қайталану арқылы деген, бұл қайталану арқылы жасалмаған, бұл қосарлану арқылы жасалған, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Мағынасы жақын сөздердің қосарлануы арқылы. Мағынасы бір-біріне жақын, және қосарлану арқылы жасалған. Сонда дұрыс жауап Д болады. Е жауабын қарап көрейік. Мағынасы қарама-қарсы сөздердің қосарлануы. Бұлар екеуі мағынасы бір-біріне қарама-қарсы емес, керісінше бір-біріне мағынасы жақын сөздер. Сонда дұрыс жауабы Д, мағынасы жақын сөздердің қосарлануы арқылы жасалған. 11-ші сұрақ. Шоқанды орыс жағрафиялық қоғамына мүшелікке ұсынған ғалымды көрсетіңіз. 1857 жылы Шоқанның еңбегін орыс ғалымдары аса зор бағалап, Тяньшанскийдің ұсынуымен 27 ақпанда орыс жағрафиялық қоғамына мүшелікке алынады. Сонда дұрыс жауап Е. Тяньшанский. Келесі сұрақ. Тарланым, соғыс атты өлеңдердің авторын көрсетіңіз. Бұл өлеңдер ұлт-азаттық көтерілістің басшысы Исатай Тайманұлына арналған Өтемісұлының туындылары. Өтемісұлы. А жауабында дұрыс жауабы А. Келесі сұрақ. Сүйіспеншілік, ғашықтық тақырыбында жырланған жырлар қалай аталатынын көрсетіңіз. Сүйіспеншілік,
ғашықтық тақырыбында жырланған жырларды лира эпостық жырлар деп айтамыз. Дұрыс жауабы Б. Шумақ әсерлілігі үшін бір сөздің немесе сөз тіркесінің жол басында қайталанып келуі қалай аталатынын көрсетіңіз. Шумақ әсерлілігі үшін бір сөздің немесе сөз тіркесінің жолдың басында қайталанып келуі ол бізде анафора деп аталады. Ал эпифора дегеніміз сөз соңында қайталануы. Жай қайталау дегеніміз бір сөздің бір шумақ ішінде әр жерінде қайталануы. Еспе қайталау дегеніміз бір тармақтың соңғы сөзі немесе тіркесі келесі тармақтың басында қайталануы. Ал дамыту дегеніміз ойды не құбылысты асыра асқақтата суреттеу. Сонда дұрыс жауабы А. Абайдың жігіттер ойын арзан күлкі қымбат өлеңінің тақырыбын көрсетіңіз. Бұл өлеңнің тақырыбы достық, жолдастықты қадірлеу, бірлікке шақыру. Дұрыс жауабы Е. Берілгендердің қайсысы тұрмыс салт жырларына жатпайтынын көрсетіңіз. А жауабы қоштасу. Қоштасу бұл ел мен сүйікті адаммен қоштасқанда күйін білдіру үшін айтылатын жырды айтады. Естірту бұл қайғылы жағдайды, оқиғаны жеткізу үшін қолданылады. Бәдік айтыс өлеңінің бір түрі, бұл тұрмыс салт жырларына жатпайды. Сонда дұрыс жауабы С болады. Д, Е жауаптарын қарап көрейік. Тойбастар дегеніміз бұл тойда айтылатын жырлар. Сыңсу қыз ұзатылатын кезінде айтылатын жырлар. Тек қана С жауабы болады, басқа жауаптар сәйкес келмейді. Сонда дұрыс жауабы С, бәдік айтыс. Келесі сұрақ. Жазған еңбегі үшін Ұлы Хас Хажип атағына ие болған ғұламаны көрсетіңіз. Ұлы Хас Хажип атағына ие болған Жүсіп Баласағұн Құттыбілік еңбегі үшін осы атқа ие болады. Дұрыс жауабы А, Жүсіп Баласағұн. 18-ші сұрақ. Ақбілек романындағы ескі өмірдің құрбаны мен жаңа өмірдің жаршысы болған кейіпкерлерді көрсетіңіз. Бұл жерде А жауабы Ақбілек Камила. Өз дәуірінде қорлыққа душар болған Ақбілек қоғамға араласудың арқасында өз бақытын тауып, жаңа қоғамның белсенді мүшесіне айналса, ал Камила керісінше ескі көзқарастың құрбаны болады. Сонда дұрыс жауабы бізде А. Ақбілек Камила. 19-ші сұрақ. Қамарсұлу романындағы Қамардың тағдырына қатысты дұрыс жауапты белгілеңіз. Қамарсұлу білеміз, жынды болды деп ұрып соққан дүмше молдалар кесірінен арманда өледі. Дұрыс жауабы С. 20-ші сұрақ. Автормен шығармаларды сәйкестендіріңіз. Төмендегі шығармаларды өзінің автормен сәйкестендіруіміз керек. Біріншісі, Үш қиян. Үш қиян деген шығарма бұл Мөңкеұлынікі. Қасқыр шығармасы бұл Сұлтанқожаұлынікі. Зарзаман бұл Қанайұлынікі. Хал ахуал бұл Көпеевтікі. Сонда дұрыс жауап қайсы шықты? 1 А, 2 Б, 3 Ә, 4 Б. Дұрыс жауабы С жауабы. Синоним бола алатын тұрақты тіркестер қатарын табыңыз. Бізде тұрақты тіркестер берілген, сол бір-біріне қайсысы синоним болады, соны табуымыз керек. А жауабынан бастап талдайық. Шөп басын сындырмау, басынан сөз асырмады. Шөп басын сындырмады деген бұл жалқау дегенді білдіреді. Басынан сөз асырмады деген бұл басындырмады деген мағынаны білдіреді. Бұл екеуі бір-біріне синоним сөз емес. Сондықтан дұрыс жауап бола алмайды. Келесі. Айы оңынан туды, айды аспанға шығарды. Айы оңынан туды деген жолы болды деген мағынаны білдіреді. Айды аспанға шығарды деген ат шықты деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бұларды синоним сөз емес. Бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі. Ат салысу, ат арылту. Екеуінде де ат деген сөз болғандықтан синоним деп ойлап қалмаңыздар. Бұлар да синоним емес. Себебі ат салысу дегеніміз көмектесу деген мағынаны білдірсе, ат арылту деген хабарсыз кету, хабарласпай қою деген мағыналарды білдіреді. Сондықтан бұл да синоним сөз емес. Келесі. Кірпігінен қырау тамған, азуы алты қарыс дейді. Кірпігінен қырау тамған, азуы алты қарыс, бұл екеуі де қаһарлы деген, ашулы деген мағынаны білдіреді. Бұл синоним сөз. Бізде бірінші дұрыс жауабымыз шықты. Келесі. Жүрегінің түгі бар, жүрегі алып ұшты. Жүрегінің түгі бар деген
батыр деген мағынаны білдіреді. Жүрегі албышты, бұл қатты толқыды деген мағынаны білдіреді. Бір-біріне бұлар антоним, синоним емес, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі, атсалысу, қол ұшын беру. Бұл екеуі де көмектесу, жәрдемдесу деген мағынаны білдіреді, сондықтан бұл синоним сөз бола алады. Екінші дұрыс жауабымыз шықты. Енді қалғандарын да көрейік. Келесі жауап, жібі түзу, ниеті қисық. Жібі түзу дегеніміз жөні дұрыс деген мағынаны білдіреді, жақсы адам деген мағынаны білдірсе, ниеті қисық деген сөз жаман ойлап тұрған жамандық деген мағынаны білдіреді дағына. Бұл бір-біріне синоним сөз бола алмайды, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Ашық ауыз, жұмған аузын ашпау. Бұл жерде ауыз деген сөзге байланысты синоним деп ойлап қалмаңыздар. Себебі ашық ауыз деген аңқау деген мағынаны білдірсе, жұмған ауызын ашпау деген бұл үндемеу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан мағынасы бір-біріне қатысы болмағандықтан бұл да синоним сөз бола алмайды. Сонда дұрыс жауабы кірпігінен қырау тамған азулы алты қарыс, атсалысу, қол ұшын беру. Келесі сұрақ. Кіріккен сөздер қатарын көрсетіңіз. Кіріккен сөздер дегеніміз екі түбірдің бірігуі барысында дыбыстары өзгеріске ұшыраған сөздерді кіріккен сөздер деп айтамыз. Яғни екі түбір қосылған кезінде ішінде бірнеше дыбыстар түсіп қалған немесе дыбыстары өзгеріске ұшыраған болуы керек. Ал енді морфологиялық талдау жасап көрейік. А жауабы ақ гүл. Ақ және гүл деген сөздің екі түбірдің бірігуі арқылы жасалған, екі түбір қосылған кезінде ешқандай өзгеріске ұшырамаған, сондықтан бұл кіріккен сөзге жатпайды. Келесі, қос аяқ. Қос аяқ сөзі де қос және аяқ деген сөздердің түбірлердің бірігуі арқылы жасалған, ешқандай өзгеріс болмаған қосылған кезінде, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Сөйтіп деген сөз. Сөйтіп деген сөзіміз бұл да екі түбірдің бірігуінен жасалған, ол солай және етіп деген сөздердің қосылуынан жасалған. Солай етіп. Екі түбір қосылған кезінде дыбыстары өзгеріске ұшырап, сөйтіп деген сөз шыққан. Дыбыстары өзгеріске ұшырағандықтан бұл бізде кіріккен сөз болады. Бір дұрыс жауабымыз шықты. Келесі, шекара. Шекара сөзі шек және ара деген сөз екі түбірдің бірігуінен жасалған, ешқандай дыбыстар өзгеріске ұшырамаған, бұл бізде кіріккен сөзге жатпайды. Келесі, ұжымшар. Ұжымшар сөзі бұл қысқарған сөзге жатады, ұжымдық шаруашылық деген сөзден шыққан, бұл дұрыс жауап бола алмайды. Келесі жауап, белбеу. Белбеу сөзі бұл да екі түбірдің бірігуі кезінде дыбыстар өзгеріске ұшыраған сөз болып табылады. Белді буу деген сөзден шыққан, екеуі қосылған кезінде белбеу сөзі пайда болған. Бұл бізде кіріккен сөзге жатады. Екі дұрыс жауап болды. Келесі сөз бере жақ. Бере жақ бұл диалект сөз. Бұл дұрыс жауапқа жатпайды. Көзілдірік. Бұл жерде де дыбыстар өзгеріске ұшырамаған. Сонда дұрыс жауап екеу, сөйтіп және белбеу. Келесі сұрақ. Пысықтауыш қызметіндегі белгісіздік есімдігін көрсетіңіз. Бір сұрақта екі нәрсе сұралып тұр. Олар пысықтауыш, бұл пысықтауышты табуымыз керек, және ол бізде белгісіздік есімдігі болуы керек. Бірінші, есімдікті дұрыс тауып алсақ, одан кейін барып оған синтаксис талдау жасаймыз, сол кезде дұрыс жауапты табу оңай болады. А жауабынан бастап талдаймыз. Белгісіздік есімдіктерін тауып аламыз. Өзім де сол жаңалықты айтқалы отыр едім. Бұл жерде өзім деген өздік есімдігі бар, белгісіздік есімдігі жоқ. Бірден бұл жауапты сызып тастаймыз. А жауабы дұрыс жауап бола алмайды. Келесі, астық біздің байлығымыз. Бұл жерде біздің деген жіктеу есімдігі бар, белгісіздік есімдігі жоқ, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі, оқушылардың бәрі емтиханды жақсы тапсырып шықты. Бұл жерде бәрі деген есімдік бар, бірақ ол жалпылау есімдігі болғандықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Бізге белгісіздік есімдігі керек. Келесі, Д жауабы. Бірен-саран шыққан астықтарын жұрт әлде қашан жинап алған. Бұл жерде есімдік бар. Әлде қашан деген есімдігіміз бар.
Бұл бізде белгісіздік есімдігіне жатады. Бұған енді синтаксис талдау жасауға болады. Келесі жауаптарды қарайық, біз бірінші белгісіздік есімдіктерін тауып алайық. Е жауабында барлық кернейлер тартылып, барлық дауылпаз дабыл қақты. Бұл жерде барлық деген жалпылау есімдігі бар, белгісіздік есімдігі жоқ. Сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі, белгісіз бір адам есікті қағып тұр. Бұл жерде белгісіздік есімдігі жоқ, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Әкем ешқашан менің оқуыма бей-жай қараған емес. Бұл жерде ешқашан деген есімдік бар, бірақ бұл белгісіздік есімдік емес, болымсыздық есімдігі, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды екен. Келесі соңғы нұсқа, әлде қайдан кішкентай баланың жылаған дауысы естілді. Бұл жерде есімдік бар, бұл есімдік бізде белгісіздік есімдігі. Бұны да біз қазір синтаксис талдау жасап көреміз. Енді бізде екі жауапта ғана белгісіздік есімдігі болды. Мына жерде әлде қашан, мына жерде әлде қайдан. Енді синтаксис талдау жасағанда баяндауыш арқылы тауып көреміз. Жинап алған қашан, әлде қашан. Мезгіл пысықтауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Бұл пысықтауыш болады. Бұл дұрыс жауап. Соңғы нұсқаны көрейік. Әлде қайдан кішкентай баланың жылаған дауысы естілді. Әлде қайдан деген есімдігіміз қайдан деген мекен пысықтауыштың сұрағына жауап береді. Мекен пысықтауыш болып, бұл дұрыс жауап бола алады. Сонда жауабымыз әлде қашан және әлде қайдан. Келесі сұрақ. Шығыс септігінде тұрған зат есімнің толықтауыштық қызметін табыңыз. Бұл жерде де екі нәрсе сұралған. Шығыс септігінде тұрған зат есім болу керек, және ол сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарып тұруы керек. А жауабы. Мен қуанғаннан қозғала алмай қалдым. Бұл жерде шығыс септігі бар, бірақ бұл зат есімге жалғанып тұрған жоқ. Келесі. Жақсыдан күдер үзбе, жарлы екен деп. Жақсыдан бұл сын есімге жалғанған, бізге зат есімге жалғанған шығыс септігі болу керек. Келесі С жауабы. Арман шалқасына түсе жаздады. Бұл жерде жалғау сөз тудырып тұр. Септіктің көнеленуі арқылы жасалған үстеуге жатады. Бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі Д жауабы. Ұялшақ сыбағасынан құр қалар. Бұл жерде шығыс септігі бар. Әрі сыбаға деген зат есімге жалғанып тұр. Бұл бізде дұрыс жауап болуы мүмкін, бірақ біз оның толықтауыш па, толықтауыш емес па, сосын талдайтын боламыз. Бұл бізде дұрыс жауап болуы мүмкін. Келесі. Е жауабы. Өлеңмен сөзді желдей құйындатқан. Өлеңмен бұл көмектес септігінің жалғауы. Бұл жерде шығыс септігі жоқ. Келесі. Еңбекпен ер өседі. Еңбекпен деген бұл жерде де көмектес септігінің жалғауы. Бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі. Шеттегі алтын шатырдан сәукелелі қыз шықты. Шатырдан бұл жерде шығыс септігінің жалғауы бар, және бұл зат есімге жалғанып тұр. Бұл да болуы мүмкін, бірақ оны қазір толықтауыш па, әлде басқа сөйлем мүшесі ме, оны қазір талдап көреміз. Соңғы нұсқа. Балаға ата-анадан артық жанашыр жоқ. Ата-анадан дегенде зат есімге жалғанып тұр. Бұл да дұрыс жауап болуы мүмкін. Бізде дұрыс жауап болуы мүмкін 3 нұсқа шықты. Енді соларға біз синтаксис талдау жасап көрейік. Ұялшақ сыбағасынан құр қалар. Құр қалар баяндауыш. Кім? Ұялшақ бастауыш. Сыбағасынан неден? Бұл толықтауыш болады. Жанама толықтауыш. Бұл дұрыс жауап бола алады екен. Мына нұсқаны көрейік енді. Шеттегі алтын шатырдан сәукелелі қыз шықты. Шықты. Кім шықты? Қыз шықты. Қандай қыз? Сәукелелі анықтауыш. Алтын шатырдан. Шатырдан қайдан? Бұл мекен пысықтауыш болып кетеді. Бұл дұрыс жауап бола алмайды, өйткені бізге толықтауыш керек еді. Бұл пысықтауыш болып кетті. Қандай шатыр? Алтын шатыр. Шеттегі қай? Бұлар барлығы анықтауыш. Бұл дұрыс жауап бола алмайды екен. Соңғы нұсқа. Балаға ата-анадан артық жанашыр жоқ. Баяндауыш. Жоқ. Не жоқ? Жанашыр жоқ. Қандай жанашыр? Артық жанашыр жоқ. Кімге? Балаға. Толықтауыш. Кімнен? Ата-анадан. Шығыс септігі жалғауы жалғанған зат есіміміз бізде толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Онда бұл да дұрыс жауап болады. Сонда дұрыс жауап екеу. Ұялшақ сыбағасынан құр қалар, және балаға ата-анадан артық жанашыр жоқ. Сөз тудырушы жұрнақ жалғанған сөздер қатарын көрсетіңіз.
Жұрнақтар бізде екіге бөлінеді: сөз тудырушы және сөз түрлендіруші. Сөз тудырушы жұрнақтар дегеніміз өз жалынған сөздің мағынасын мүлдем басқа бір мағынаға өзгертіп, жаңа мағына тудырады. Оларды біз сөз тудырушы жұрнақтар деп айтамыз. Ал сөз түрлендіруші жұрнақтар өз жалынған сөздің мағынасын мүлдем басқа бір мағынаға өзгертпей, тек қана соның формасын өзгертіп қана қояды, түрлендіреді. Бірінші А жауабынан бастап талдайық. Қазақша. Ша деген жұрнағымыз сөз тудырушы жұрнаққа жатады. Себебі қазақ деген не деген зат есімнен қазақша қалай деген үстеу туып кетті. Сондықтан бұл туынды сөзге жатып, сөз тудырушы жұрнақ болып есептеледі. Келесі, кітапша. Кітапша деген сөзіміз кітап деген сөзбен мағынасы бір, бірақ формасы ғана өзгергендіктен бұл сөз түрлендіруші жұрнаққа жатады. Дұрыс жауап бола алмайды. Келесі, маңдайша. Маңдайша да дәл осы кітапша сияқты сөздің заттың формасы ғана өзгерді дағыны, мағына басқа бір мағына туған жоқ. Сондықтан дұрыс жауап бола алмайды. Ұрыншақ. Ұрыншақ деген сөзіміз ұрын деген етістіктен, шақ деген жұрнақ жалғану арқылы сын есім туды. Қандай бала? Ұрыншақ бала. Бұл сөз тудырушы жұрнақ болып есептеледі. Шақ деген жұрнағымыз сөз тудырушы. Құлыншақ. Құлыншақ дегенімізде түрлендіруші жұрнаққа жатады, кітапша сияқты. Себебі құлын мен құлыншақ екеуі бір зат, бірақ формасы ғана өзгерді. Сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. Шақ деген жұрнағымыз сөз түрлендіруші. Інішек. Інішек пен іні екеуі бір мағына, бір зат. Шек деген жұрнағымыз бұл жерде сонда сөз түрлендіруші. Формасы ғана өзгерді. Бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Сүріншек. Сүріншек сөзіміз сүрін деген етістіктен, шек деген жұрнақ жалғану арқылы сын есім туды. Жаңа сөз туған болса, онда ол сөз тудырушы жұрнаққа жатады. Төбешік деген сөз, төбе мен төбешік екеуі бір зат. Бұл сөз түрлендіруші жұрнаққа жатады. Сонда дұрыс жауабы қазақша, ұрыншақ, сүріншек. 26-шы сұрақ. Әдебиеттен. Әнші ақындар шығармашылығынан алынған туындыларды көрсетіңіз. Әнші ақындар дегеніміз кімдер? Әнші ақындар ақындықпен қатар композиторлықты да, әншілікті де алып жүрген адамдарды айтамыз. Әнші ақындардың шығармаларының ерекшелігі әннің мәтінін де, әуендерін де өздері шығарады, және ол әндерді өздері айтып береді. Музыка аспапты да өздері тартып, өздері сүйемелдейді. Соларды біздер әнші ақындар деп айтамыз. Ал енді қарап көрейік А жауабынан бастап. Біздің жақта бұл Сәкен Сейфуллиндікі, Тау ішінде бұл да Сәкен Сейфуллиндікі, әнші бұл Ілияс Жансүгіровтікі, Аужар Әсет Найманбаевтікі, Жанбота бұл Қорамсаұлынікі, Қамарсұлу Сұлтанмахмұт Торайғыровтікі, Бақытсыз Жамал бұл Міржақып Дулатовтікі, Аққан жұлдыз бұл Сәбит Мұқановтікі. Енді бұл жерде Әсет Найманбаев пен Қорамсаұлы әнші ақындар қатарына жатады. Сонда дұрыс жауабы бізде Аужар мен Жанбота. Аужар бұл Әсет Найманбаевтікі, Жанбота бұл Қорамсаұлынікі. Дұрыс жауабы сонда Д мен Е. Келесі сұрақ. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңдерін көрсетіңіз. Ақын ініме бұл Ахмет Байтұрсыновтың шығармасы, Майға сәлем бұл Сәбит Мұқановтың шығармасы, Ендігі беталыс бұл Сұлтанмахмұт Торайғыровтікі. Бір дұрыс жауап шықты, енді қалғандарын да көрейік. Зарығу бұл Сәбит Мұқановтікі, Жұмбақ жалау бұл да Сәбит Мұқановтікі, Гүл бағындай отаным бұл да Сәбит Мұқановтікі. Бір адамға бұл Сұлтанмахмұт Торайғыровтікі. Бір тойым бар бұл Төлеген Айбергеновтікі. Сонда дұрыс жауабы Ендігі беталыс және Бір адамға. Батыр баян поэмасына тән жауаптарды көрсетіңіз. Біз барлық жауаптарды алдымен оқып алайық. Басынан бастап оқимын. Қалмақ басқыншыларына қарсы күрес, азамат соғысының аласапыраны, өз тағдырын жұмбаққа айналдырған тапқыр қыз, тойымсыз қанқұмар қазақ ханының бейнесі, психологиялық арпалысқа түскен батыр жаны, арманына жеткен қалмақ қызы, қыз жұмбағын шешкен батыр, қалмақ әскерін қойдай қырған қазақ батырлары. Енді осы жауаптардың қайсысы дейді? Батыр баян поэмасына тән. С жауабында өз тағдырын жұмбаққа айналдырған тапқыр қыз. Біз бұны білеміз. Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасында келеді. Және арманына жеткен қалмақ қызы. Бұл да Көкшетау поэмасында. Қыз жұмбағын шешкен батыр. Бұл да Көкшетау поэмасында. Сондықтан бұлар
дұрыс жауап бола алмайды, Батыр Баян поэмасына қатысы жоқ. Одан кейін тойымсыз қанқұмар қазақ ханының бейнесі, бұл да дұрыс жауап бола алмайды, себебі Батыр Баян поэмасында бұл да жоқ. Азамат соғысының аласапыраны, бұл да Батыр Баян поэмасына қатысы жоқ. Бізде қалған соңғы нұсқа, Е нұсқасы және А нұсқасы. Енді неге бұлар дұрыс жауап болады? Қалмақаны Қалдан Сереннің әскерлерін қойдай қырып, өзі де қаза табатын қазақ батыры туралы айтылады, және інісі Ноянды Алаш намысы үшін өлтірсе де, өкініш пен күйзеліске түскен батыр жаны терең психологиялық дәлдікпен суреттелген. Бұл Батыр Баян поэмасына тән. Сонда дұрыс жауабы қалмақ басқыншыларына қарсы күрес, психологиялық арпалысқа түскен батыр жаны, қалмақ әскерін қойдай қырған қазақ батырлары. Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми еңбектерін көрсетіңіз. Маса бұл өлеңдер жинағы, ғылыми еңбек емес. 40 мысал бұл аудармалар, бұл да ғылыми еңбек емес. Әдебиет танытқыш алғашқы теориялық еңбегі, бұл ғылыми еңбекке жатады. Бір дұрыс жауап шықты. Келесі қазақ хрестоматиясы, бұл Ыбырай Алтынсарин-дікі, сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. Қирағат кітабы Міржақып Дулатовтікі, бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі мұсылмандық шарты, бұл Шәкәрім Құдайбердіұлынікі, бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Тіл жұмсар, тіл теориясы туралы еңбек, бұл ғылыми еңбекке жатады. Соңғы нұсқа психология, бұл Жүсіпбек Аймауытовтікі, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Сонда бізде дұрыс жауап Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми еңбектері, әдебиет танытқыш пен тіл жұмсар. Ыбырайдың еңбек тақырыбында жазылған шығармаларын көрсетіңіз. А жауабы: әй жігіттер, әлеуметтік келеңсіздікті сипаттайтын шығарма. Өнер білім бар жұрттар, өнер білімі бар жұрттарды үлгі ету туралы баяндалады. Аурудан аяған күштірек, байұлы, бұл екеуі де мейірімділік туралы. Өрмекші құмырсқа қарлығаш, бұл бізде еңбек тақырыбында жазылған шығарма. Дұрыс жауап бола алады. Келесі бақша ағаштары тәрбие тақырыбында жазылған, бұл дұрыс жауап бола алмайды. Атымтай жомарт, бұл бізде еңбек тақырыбында, бұл дұрыс жауап бола алады. Соңғысы бір уыс мақта, бұл ысырапшылдық туралы жазылады, сондықтан бұл дұрыс жауап болмайды. Сонда бізде дұрыс жауап Ыбырайдың еңбек тақырыбында жазылған шығармалары: Өрмекші құмырсқа қарлығаш, Атымтай жомарт.